Али Имран сүресі 77-85 аяттар. Аллаға берген уәдесі мен анттарын арзымас ақыға айырбастайтындар үшін ақыретте ешқандай да несібе болмайды. Қиямет күнінде Алла олармен сөйлеспейді де, назарда салмайды, күнәдан да тазартпайды. Олар жан ауыртар азаптарға душар болады. Олардың кітап түскендердің ішінде қасиетті кітапта жоқ сөздерді айтып, бұл кітап сөзі деп өзгелерді сендіруге тырысатындары бар. Бұлар Алла тарапынан жеткен сөздер дейді. Алайда ол Алла сөзі емес. Өздері жақсы біле тұра, Аллаға байланысты жалған сөйлейді. Алла өзі кітап түсіріп, хикмет пен пайғамбарлықты берген адамның өзгелерге Алланы қоя тұрып, маған құл болыңдар деп айтуы ешқандай қисынға келмейді ғой. Қайта керісінше қасиетті кітапты оқыған екенсіңдер, енді хақ тағалаға бойұсынушылардан болыңдар деп халыққа үндегені лазым. Оның Алланың сендер мұсылман болғаннан кейін де періштелер мен пайғамбарларды өздеріңе тәңір тұтып, имансыздыққа ұрыныңдар деп бұйырмайтында айқын. Алла пайғамбарлардың антын қабылдап, уәделерін алған кезде былай деген еді: сендерге қасиетті кітап пен даналық дарттым. Осыдан кейін сендерге бар ақиқатты растаушы менің елшім келеді. Сол кезде оған иман келтіріп жәрдем бересіңдер. Осы шартымды қабылдайсыңдар ғой? Қабылдаймыз, деді олар. Ендеше осыған куәлік етіңдер. Мен де сендермен бірге куәлік етемін, деді хақ тағала. Осыдан кейін де уәдеден тайғандар нағыз бастықтар. Ғарыштар мен жердегі тіршілік иелерінің барлығы да өз еркімен немесе ырқынан тыс оған Аллаға бағынған кезде, олардың Алла дінінен өзге басқа дін іздегеніме түбі барлығы да оған қайтып оралады ғой. Аллаға иман келтірдік. Сондай-ақ өзімізге түсіргенге және Ибрахимге, Исқаққа, Яқубқа, оның ұрпақтарына, Мусаға, Исаға және Раббылары тарапынан келген пайғамбарларға түсірілгенге иман келтірдік. Біз үшін олардың арасында айырмашылық жоқ. Біз оған Аллаға ғана бойсынамыз деп айтқан уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Исламнан өзге дін іздеген пенденің құлшылығы мүлде қабыл етілмейді. Ақырет күні ол пенде қасіретке ұшыраушылардың қатарында болады.